Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін менің көрсететінім этносәукеле. Бұл этносәукеленің ерекшелігі ұзындығы 70 сантиметр, өте биік. Бұл көбінде музейлерде бұрынғы біздің ата бабамыздан қалған сәукелелердің бірі. Мен соны музейге жасап едім, содан мына формасы қалған. Енді мына болайын деп жатқан спектакльге как раз осы форма қажет, пайдасы тиді. Міне бұл форманың үлгісін алу үшін сыртын біз осындай пленкамен қаптап, оны аяқ жағы өйткені жалпақ болғандықтан оны тіліп мына скотчпен жабыстырып аламыз. Бізге енді мына алдыңғы артқы центрін белгілеп дайындап алғанбыз, оны фломастермен бояп, сол бойынша кесіп аламыз. Мен сіздерге қазір көрсетіп тұрмын. Міне алдын, артын қалай кесетін. Бірінші сызып алып, фломастермен сөйтіп кесіп аласыздар. Міне дайындаған выкройкамызды алып, үлгімізді көріп тұрғандай. Соны біз енді екіге бөлеміз. Өйткені басқа келетін жер үлкенірек болып тұр. Сондықтан төртке бөлуге тура келеді. 4 қиықты болып шығады сонда. Мына астыңғы жағы, жаңа айттым ғой, басқа киілетін жағы үлкен болғандықтан 4 қиық жасауға тура келеді. Енді бұрын кезде формаға салып, киізбен илеген шығар енді. Енді бізде искусственный фетр болғандықтан 4 қиық қылып, қиып, соны бір-біріне біріктіріп тігіп шығамыз. Тігуді енді оны көрсетпей қояйын дедім, өйткені өте жақсы білесіздер. Енді мына әшекейге келген қалай тігіп жатқанымды көрсетемін. Әшекейді міне қазір бізде дайын осындай әшекейлер өте көп. Соларды алып, ұйқастырып, үйлестіріп тігіп жатырмыз. Мына сәукелеміз өте ұзын болғандықтан төбесін біз тікпейміз, ең соңында бірақ тігеміз, бітеп. Фетрімізді двойной ғып тігіп алуға болады. Біз мына жерде одинарный қылдық, өйткені артистіміздің басына өте ауыр болып кеткен болғандықтан қабаттап, бірақ полимен қатырып алдық. Мына жерде міне жаңағы искусственный теріміз бар. Міне сонымен аяқ жағына терімізді бәрін келтіріп тігіп отырмыз. Екі жағындағы салпыншағы бар. Салпыншақтар бәрін тура келтіріп, құлағының тұсынан қатты жаппау керек, өйткені дауыс естілмей қалуы мүмкін. Сондықтан соның бәрін келтіріп тігіп аламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыз. Мына сәукелеміздің ерекшелігі, жаңа қоюшы режиссердің сұранысы бойынша 70 сантиметр деп отырмын ғой. Енді бұрынғы ата бабамызда енді сәукелелер шынымен де өте биік жасаған. Соған оны әшекейлеріне байланысты, жаңа алтын күміспен, маржанмен қаптағанына байланысты, жаңағы ұзатылып отырған қыздың дәрежесінде білуге болған, қай жерден шыққанын, байдың қызы деген сияқты. Вот, міне мына сәукеледе, сол сәукеле негізі өзі қазақтың дәстүрлі
бас киімі қыздарға арналған, ұзатылатын қыздарға арналған. Міне, құрметті көрермендер, сәукелеміз бітті. Енді менің видеоларымды қарап отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын, аман есен болайық. Қош сау болыңыздар.